біздің қыздарды ұстап алып кеткен полициялар. Без конца вызывали скорую, скорая не приезжала. Мәжбүрлеп алып кеткен. И вот сидим и ждем. Никто ничего не говорит. А когда она выйдет? Она не выйдет. Жена Казахстан, наверное, так будет теперь. Давайте пойдем, короче. Онда сұрақтар жоғары бас шығаруға тұрасыздар. Оны қалай қоямыз оны? Өзі қазір шығады. Қашан шығады? Кім шығады? Қазір шығады, сол кезде жалпы сұрақтардың бәрін сол кісі Кім шығады енді айтыңыз ба? мен айтып жатырмын, басшылық құрамы. Мен ештеңе білмеймін. Ал жағдай не болды? Кешегі кеш қалай аяқталды? Сіздер қабылдады ма? Қабылдаған жоқ. Кеше кешкісін мен кетіп қалған болатын үйіме. Санавар ханымға айтып түсіндіріп жағдайымды. Мен кеткеннен кейін 10 минуттан кейін біздің қыздарды ұстап алып кеткен полициялар. Ешқандай рұқсатсыз, ешқандай өздерінің еріксіз мәжбүрлеп алып кеткен. Қазіргі таңда біз мұнда қазір Есіл РОВД-да тұрмыз. Ешқандай хабар жоқ. Сот болып жатыр дейді. Сағат 11-де сот басталған. Міне қазір сағат неше? 3-тен кетті. Әлі сот процесс жүргізіліп жатыр. Хабар жоқ. Адвокаттар, қандай да бір заң Адвокат ішінде бар. Санавар ханымның адвокаты. қанша адам кеше қамалған? 4 адам. 9-ды алып кеткен. Жібергендері бар, босатқаны бар. 5 адамды босатқан, 4-еуін алып қалып отыр осында. Қандай себептен қамауға алыпсыңдар? Шешімін білмей отырмыз. Ешқандай шешімі де жоқ, ешқандай хабар да жоқ. Тем более Санавар, енді 60-ға келіп қалған адамға пожилая, она инвалид. И это в тяжелом состоянии. И недавно только выписался из стационара. И вчера без конца вызывали скорую, скорая не приезжала. И держит, они не имеют права держать ее. Давлениесі көтеріліп отырды ол Они кісінің. просто приехали сюда с разных городов, чтобы услышали их. Потому что до выборов они писали заявление по неправомерным решениям судов. И сказали, что ответ после выборов получится. Вот ответ такой им сделали. Женщины, пожилые, инвалиды. И вот так вот не имеют уже права держать. Беспредел. И вот они даже не говорят, за что вот незаконность вот своих действий не обосновывает даже, что это незаконно. Они, как будто для них это есть закон. Жена Казахстан, наверное, так будет теперь. И вот сидим и ждем. Никто ничего не говорит. А вы хоть узнавали, где, что, как прошло? Да, вот все. Осында, Есіліске осы РОВД-да біз бейхабармыз, ешқандай хабар жоқ. В 7 часов утра Санавар позвонила, 7 утра, когда у меня единица кончается, говорит, нас держат в этом Зильском. И я сразу сюда пришла и до сих пор сидим и ничего не можем узнать, догадаться. Ну, просто украли их, покушились на их жизнь и все. Енді не болады? Алда сіздер енді осылай отыра бересіздер ме азамат кешке? Заявление жаздым мен сіздеріне, күтеміз аха. Енді ары қарай не істейтін мақсатыңыз бар? Не жоспар бар? Енді қазір мына жерге арыз жаздым, ертең барып ана ОСБ-ға жазам, это беспредел, это вообще незаконно. Сөйтіп ізденеміз, қайыққа кеткенін. Заң бойынша ойлаңыздаршы, 3 сағаттан артық адамды ұстамайды. Міне, кеше кешкісін ұстады сағат 9-да, әлі міне, қазір сағат 3-ден асып бара жатыр. Қаншама көп сағат ұстап тұр. Бірақ ешқандай себептерін Сусыз, тамақсыз, аха, ешқандай. Біз деген бейхабармыз қазір. Ештемесін түсіндіріп айтпайды. Қаным, осы кісіні ұстап алды. Менің көз алдымда болған жағдай. Кәдімгідей полициялар ұрып соғып, машинаға кіргізген кезде мен шокта қалдым. Сол әр көшеде кетіп бара жатқан жерінен ұстап алып отыр, сол жерде, мысалы, мәңгілік ел 8 маңайынан ұстап алып отыр. Әрқайсымызды осылай ешқандай ескертусіз келіп ұстап алып кете берсе, ұрып соға берсе, сонда біз неміз қалады? Біз қарапайым халықпыз ғой. Осындай жағдай. И адамдарда в возрасте, и этот инвалид бар, инвалиды, больные. Они же не просто ходят. Мысалы, менде мүгедек балам бар, бірінші топта жүгіріп жүрген балам, мен соның мәселесімен жүгіріп жүрмін былай қарағанда. Врачебная ошибка болды грубо. Оған мен кінәлі емеспін, менің балам кінәлі емес. Инвалидті қарбаға таңылып қалғана. Қазіргі таңда 2-бірде бүйрегі істемейді, гемодиализ алады. Сол
мәселе бойынша келіп жүрмін, мысалы, иә, мені білмеймін, алып кетіп қалсам, менің балам үйде жалғыз қалады. Ары қарай жағдайы не болады? Осығанда да алаңдаймын арасында. Міне, мына кісі, міне, акиматтан ба машинаға кәдімгідей тиейді ғой, ұрып соғып. Жүріңіздерші, міне тұр. Осы жігіт. Мына кісі келді, мен Ақордада тұрдым да, Ақордадан алдым да. В общем, пояснение берді. Осының указаниеден кейін мен упаковать етіп алып кетті ғой. Енді қараңыз, қайда жүрсем де менің артымда жүреді. Қараңыз. Не деді, камеру выключай, я тебе поясню, кто я такой дейді. Алдында да мен осы 7-ші, 8-ші, 9-ші желтоқсанда Жаңаөзен қаласынан келген болатын да. Дәл сол кезде осы келіп мен Есельский районның әкімшілігінің өкілімін деп келіп маған таныстырған. Енді есіме түсіп тұр. Дәл артымызда тұр, дұрыс жауап бермей тұр ғой. Сол кісіге сұрақ қоясыз. Жаңа жас бала, қараңыз. Мұнда келіңіз. Нам надо к какому-то диалогу прийти, это то же самое, состав правительства. Тогда, я считаю, у нас какой-то результат будет. А так у нас как в черном ящике Пандоры. Рано или поздно она взорвется, и потом у нас будет, как говорится, как январские события. Зачем нам доводить до январских событий? Надо решать. Народ должен быть услышан, и тогда всем хорошо. И государству хорошо, и патриотизм растет. Вот вчера элементарная вещь, вот смотришь футбол даже, да, насколько люди любят свою страну. Показывается, даже вот видно по этим. А у нас что? Вышли женщины, их побили, закрыли. Ну, чего мы добились? Да ничего не добились. Но в итоге, я вам говорю, через определенное время, это 5-10 лет, это очень плохо. И вот я не знаю наверху, почему это не видят. Или они у всех, вот, как вот после январских событий, я слышал, что 9 самолетов взлетело сразу. Это, наверное, такой у них патриотизм, чтобы убежать, все, что ли? Орта жолдан біздің барлығымызды кәдімгідей өз еркімізсіз қинап, әр машинаға ұрып соғып, тығып, азаматтық іс қозғап үстерінен. Ол дұрыс нәрсе ма? А когда она выйдет? Она не выйдет. Почему? После рассмотрения административного Вообще 3 сағаттан артық ұстауға болмайды ғой, адам білесіз, в соответствии с законодательством 24 часа до рассмотрения суда.